Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге татар халқының асханасынан вак балиш тағамын жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға айранды және де жарты шай қасық тұз бен ас содасын салып араластырамыз. Бұл жерде бізде сода реакцияға түсуі керек. Одан кейін ерітілген сары майды салып тағы да бір араластырамыз. Ең соңынан ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп қосудың қажеті жоқ, көрсетілген мөлшерді ғана қосамыз және одан кейін жақсылап иін қандырамыз. Егер қамыр қолға қатты жабысып тұрса, онда кішкене май жағып тағы да бір илеп жібереміз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр дайындалуы тиіс. Енді осы қамырымызды 15 минутқа тынықтырып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін етті осылай турап аламыз. Құйрық май міндетті емес, бірақ өте керемет дәм береді. Және одан кейін картобымызды да ұсақтап төртбұрышты формада турап аламыз. Одан кейін пиязды да ұсақтап турап, салмамызға қосатын боламыз. Ең соңынан дәміне қарай тұзын бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Енді тыныққан қамырымызды осындай бірдей кішкентай бөліктерге бөліп, дөңгелек форма беретін боламыз. Қамырымыз қатып қалмас үшін дөңгелектеп алған қамырлардың үстін жауып қойған дұрыс және бір-бірлеп алып, осылай жайып шығамыз. Қамырды жаю барысында ұн емес, майды қолданған дұрыс және осылай жайып алғаннан кейін үстіне салмамыз салып, видеода көрсетілген етіп түйіп шығамыз. Осылай барлығын түйіп шыққаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Өйстіп қызартып аламыз. Неге бізде осындай әдемі қызарған және өте дәмді вак балиш шығады, сіздерге кесіп көрсетейін. Мінеке кескенде қамыры қатты қалың емес және де сочный болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса каналыма тіркеле кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.